Қош келдіңіздер, достар. Бүгін бізде жатақхананың екінші бөлімі. Сіздерге осы сериал ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса обязательно емемді бағалап, лайк басып, тіркеліп кеттіңіздер. Осылай отыра бергеннен түк пайда жоқ қой. Иә, бұлай отыра бергеніміз жарамас. Жүр енді анау ойдан келген қыз бар емес пе? Аты кім еді, соның атын да сұрамаппыз ғой. Иә, бірінші өзімізді жақсы көрсету үшін танысып алуымыз керек. Иә, кет. Ой, сәлем қыздар, осындасыңдар ма? Иә, бірақ сендерге не керек? Жай, енді Айша, сен шатыршы, өтінем. Мен ба? Иә, өтінем. Иә, сендерге не керек? Маған тағы тискілерің келіп тұр ма? Жоқ. Біз просто сенен кешірім сұрайын деп едік. Иә, кешіремін ғой. Тек жақсы дос болып кетсек болар еді. Иә, жақсы дос болып кетеміз деген ойдамын. Сенің атың кім? Атыңды да сұрамаппын ғой. Иә, атыңды айтшы, өтінем. Менің атым Әсел. Жарайды. Менің атым Сара. Менің атым Қарақат. Жақсы, танысқаныма қуаныштымын. Бізде. Жақсы, айтпақшы, кеше саған айтып едік қой, бір жерге қыдырамыз деп. Соның барасың ба? Я, әрине барамын. Киіміңді ауыстырып ал дегенде біз не істейміз. Сосын айтпақшы, тамақ жасай өтінем, қарным қатты ашып тұр. Мә, ана вообще сеніп қала береді екен, сене береді ол. Отырайық. Бірақ отыра бергеннен түк пайда жоқ. Құмаш, енді басқа не істейміз? Өзің солай айттың ғой. Әсел, сен неге қуанып тұрсың? Олар саған соншалық не айтты? Мен кешірім сұрағаны ғой. Бірақ оларға сенбе. Жоқ, олар менен кешірім сұрады. Жарайды. Алдан қалсаң өзің біле бер. Жұмыртқа жасағансың ба? Я, енді таңғы асқа жеңіл тамақ жеу керек қой. Я, дұрыс айтады. Не істеп соны жесеңдерші. Өздеріне тамақ жасамайсыңдар ғой. Мен қызымнан қойып келейін, я қыз. Мә, Айша, мына қыз қайдан келген болмыш? Неменеге бұны біздің жатақханамызға қосып келдің? Оны мен қосқан жоқпын ғой. Енді өзі келді. Сол қызды бесіп. Я, неге оны қуып жібермейміз? Қыздар, сендер не деп тұрсыңдар? Ол енді бізбен бірге бір үйде тұрады ғой. Мынау қайдан келгенін көрмей, үшеуміз өте күшті подруга болып жүредік. Соны айтам. Мә, қыздар, мен сендерден бұндай вообще күтпедім. Ол біздің досымыз ғой. Біз бәріміз бір үйде тұрамыз. Тамақтарыңды өзіңе іше беріңдер, ас болсын. Ойбай, мінезін-ай. Мынау что-то біз сатып кетіп баратыр. Я. Енді бізге ас болсын дейді ғой. Кел жеп алайық енді. Айша, сен бұны не істеп жүрсің? Әсен, негізі саған айтқым келген, олар өте жаман қыздар, оларға сенбе деп. Жоқ, олар өте жақсы қыздар. Мен олардан кешірім сұрадым, олар менен кешірім сұрады ғой. Мен неге ештеңе түсінбейсің? Оған не болған? Қыздар, сендер тамақтарын ішіп болыңдар ма? Иә. Онда өте жақсы.
Сосын енді қазір уже қыдыруға шыға берейік. Үшеуміз шыға береміз бе? Айша бармай ма? Жоқ, ол бармаймын деп айтқам. Жарайды. Енді футболға киеміз енді қазір жаз болғандықтан. Жүндік. Мына жақ өте күшті ғой, мә. Жүндер. Давайте мынандай банан алайық. Қыздар, сендер қай түрін аласыңдар? Біз алмаймыз. Бізде ақша жоқ қой. Жоқ, сендерге өзім алып беремін. Жарайды. Бізге банан беріңізші. Жарайды. Мендер қыздар алыңдар. Неке ақшасы. Жүндер. Мен қазір жерге барып бірдеңелер көп келейін. Мен что-то мына қыздан қызғанып жатырмын сені. Андай өте странный. Мен жақын болып кетсекші. Вообще онымен дос болып кетсек. Сен дос болып кетеді деп ойлап жатырмын. Жоқ, Құмаш, сенен басқа менің әлпім жоқ. Жарайды. Мынау вообще қуаткен бізге тегінен банан алып берген емес. Сол. Бүгінгі планымызды істейміз ба? Жүр кеттік. Қыздар, тоқтаңдар, мен қазір алып бананымды жеп алайын. Давайте жүріңдер. Не істейміз болғанда? Мына жерге қоя тұрайын. Кел. Не істейін деп тұрсыңдар? Енді кешіреріне біз олай істегіміз келмеді. Қыздар, мен батып бара жатырмын ғой. Қыздар, көмектесіңдер, жүдінем. Әрине, енді біз бұлай істегіміз келмеді. Қыздар, сендер қосыңдар ма кішкене? Кел. Қыздар, не істедіңдер? Мен қатты қорқып қалдым ғой. Жылаңқы. Сендер қосыңдар ма? Ол да адам ғой. Неге оны тастай саласыңдар? Аға, енді сіз бізге сөйлемей ақым. Достар, осымен біздің екінші бөліміміз аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар.